Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен алма қосылған пирог дайындайтын боламыз. Бүгінгі біздің пирогымыздың бір ерекшелігі көп заттарды қажет етпейді және ішіне қосатын ингредиенттеріміз әрқашайымның ас үйінде бар заттармен дайындайтын боламыз. Ал енді достар, пирогымызды дайындауды бастаймыз. Алдымен бізге жұмыртқа мен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Бізде массамыз 2 есе көтерілуі керек. Біз қантты бірден салмаймыз, әрине. 3-ке, 4-ке бөліп отырып қантымызды салып отырамыз. Мен жұмыртқамызды миксерлеген кезде біз миксердің ең төменгі, ең аз жылдамдығынан бастап 1 минут сайын жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Бізге шамамен 7-8 минут уақыт керек, массамыз жақсы көтерілгенше. Жұмыртқалы массамызды жақсылап миксерлеп болғаннан кейін келесі кезекте біз ұн мен разрыхлительді через сито салатын боламыз. Ұнымызды бірден салмаймыз, әрине. 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра осылай силиконды күрекшемен астынан жоғары қарай көтеріп отырып, массамызды басып алмай араластыратын боламыз толығымен. Біздің қамырымыздың консистенциясы дәл осы видеодағындай қою болады. Біз енді қамырымызды шетке қойып, алмамызды турап алатын боламыз. Мен алманы 2 түрлі әдіспен турадым. Полукольца қылып және де ұсақтап 4 бұрыштап турадым. Әрине, бұлай 2 түрлі қылып турау міндетті емес. Ұсақтап туралған алмаларымызды біз қамырымызбен бірге салып, жақсылап араластырамыз. Қалған алманы біз әдемілік үшін пирогтың бетіне қоятын боламыз. Мен пирогты осылай силиконды ыдыста пісіретін боламын. Егер де сіздер әйнек немесе тағы басқа темір ыдыстарда пісіретін болсаңыздар, астын алдымен сливочный маймен, яғни сары маймен майлап алуға кеңес беремін. Дайын болған қамырымызды 180 градусқа 35-40 минутқа салып пісіретін боламыз. Пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Пирогымыз дайын. Пирог менде духовкада тура 40 минут уақыт тұрды. Ал сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қараңыздар. Мен сіздерге пирогты толығымен суытып алып, содан кейін формасынан алуға кеңес беремін. Пирогты мен ыстық күйінде алып жатқандықтан, менде пирогтың беттері сәл кішкене жабысып қалды. Егер де сіздер суытатын болсаңыздар, сіздерде ондай жабысқан болмайды. Пирогымыз өте дәмді, жұмсақ және де тез дайындалады. Мен сіздерге осы рецептпен дайындауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видео ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер, алда көптеген видеолар болады.